Өткенге оралу. Бүгін маған әйгілі профессор Стивенс керемет жаңалық жеткізді. Ол менің бұрыннан армандап күтіп жүрген уақыт машинасын тексерістен өткізу болатын. Осы жауапкершілікті менің мойныма жүктеді. Бұл жауапты істі маған сеніп тапсырғанына қатты қуандым. Ал енді бұл машина неге маған соншалықты маңызды деген сұраққа үнемі беретін жауабым, мен өз түп бабамды кездестіргім келеді. Көптен армандаған тамаша сәтте келді. Мен тарихи көптеген тұлғалармен танысып, бетпе-бет кездесіп, тілдесуіме мүмкіндік жолдама алдым. Ал іске сәтте профессор уақыт машинасының тетігін оңға бұрғаны сол еді. Машинаның денесінен шыққан сәуле зертхананың ішін түгел жап-жарық етіп жіберді. Сол сәтте машинадан 10, 9, 8 деп бірге дейін санаған дауыс шықты. Ол дайындал деген белгі болатын. Басым айналғандай өзгеше бір сезімде болдым. Бір уақытта жаңа ғана жап-жарық бөлмені бірден қою қараңғы көлеңке басып, кеңістікке көтерілгенімді сездім. Ары қарай ештеңе білмеймін. Есімді жисам, ұлы даланың құшағында жатыр екем. Көзге алыстан ерекше Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі түсті. Аспан шайдай ашық, неткен тап-таза ауа. Демалған сайын тынысың кеңейіп, тамаша бір күй кешесің. О, ғажап Түркістан, Қазақ хандығының астанасы. Мен шынымен де өткен ғасырларда сияқтымын. Әне, Яссауи кесенесі. Айналасында ешқандай ғимараттар жоқ. Кесенеде менің кездестіргім келетін бабам Бұзау батыр мен ұлы Бижігіт батыр қастерлеп жерленген. Бірден орнымнан атып тұрдым да Түркістанға қарай асыға бет алдым. Қалада алғаш кіргенімде менің ерекше киінген киіміме таңырқай қарап, кейіннен қонақжай, көңілі кең тұрғындар құдайы қонақ келді деп жылы қабылдады. Алты қанат ақ үйге ерекше құрметпен кірген құдайы қонағына ағаш кесеге құйылған қымыз әкелінді. Қандай керемет дәмді қымыз. Сол қымыздың дәмін ешқашан ұмытпаспын. Қымыз ішіп шөлімді басқан соң, әңгімелесе келе дәл сол уақытта Яссауи кесенесінде хан құрылтайы болып жатыр екен. Міне тамаша. Іздегенге сұраған, менің де күткенім осы сәт. Қаншама тарихи тұлғаларды кездестіруіме мүмкіндік туып тұрғанына қуандым. Рахметімді айтып, асыға кесенеге жетіп бардым. Қарауылдың «Бадақай, сен кімді іздедің?» деп қойған сұрағына Бұзау батырды іздеп келгенімді жеткіздім. Ханнан кіруіме рұқсат сұрап, үлкен Ақсарайға қарауыл өзі бастап ертіп барды. Тайқазанды көргенімде бір бұрыннан танитын адамды кездестіргендей қуаныш сезімде болдым. Әне, төрдегі хан тағында отырған, тарихта аты алтын әріппен жазылған Абылай ханның дәл өзі. Айналасында алып тұлғалы батырлар, би-шешендер. Қандай бақыт десеңізші. Қазақтың ұлы тұлғаларын өз көзіммен анық көріп тұрмын. «Ассалаумағалейкум» деп көпшілікпен амандастым. Сұраулы қараған жүздерін бірден түсініп, Бұзау батырды арнайы іздеп келгенімді айттым. Жасы шамамен 70-тен асқан, жанары өткір, денелі келген кісі орнынан тұрып, «Мен болам, іздеген адамың». «Иә, қандай мәселемен келдің балам?» деді. Мен «Болашақтан болам» деген жауабым оларға ұнамаған секілді. Төрде отырған хан «Балам, асықпай барлығын түсіндірші» деді. Ақсарай іші тып-тыныш, нендей жауап болар екен деп барлығының көздеріменде. Мен барлық болған жағдайды түсіндіріп, шежіремді 12 атама дейін айтып, тәуелсіз Қазақстаннан келгенімді айтқан сәтте ғана маған үлкен сеніммен қарады. Өйткені Бұзау бабам өз әкесінің, баласының және немересінің аттарын таныды. Құрылтай бітіп, қатысушыларға дастархан жайылды. Бабам мені қасына алып, сұрақтарын қоя түсті. «Балам, сен қай ғасырдан келдің?» «21 ғасырдан, сіздің жасыңыз ол жақта 323-те». «О, дұрыс-ақ». Осылайша мен өзім жайлы барлық мәліметті айтып бердім. Бабам менің Әл-Фараби деген есіміме риза болды. Себебі өзі осы кезде ислам дінін насихаттаумен айналысады екен. Ал әлемге әйгілі Аристотельден кейінгі әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлақ Әл-Фараби ат-Түрки осы дінді жақсы зерттеген ғалым. Ары қарай
Батыр бабам елде қазір тыныштық орнағанын, қазақтың басынан небір ауыр күндер өткенін, қазақ даласында болған ұрыстар жайлы айтты. Мен сол көптеген жоңғарлармен болған соғыстағы бір әсерлі оқиғаларды айтуын өтіндім. Бабам олай болса, әлі күнге дейін ел аузында жүрген бір әңгімені айтып берейін деді. Әңгімесі тұңғыш ұлы Бейжігіт батыр туралы еді. Бабамның айтуы бойынша үлкен ұлы Бейжігіт жас кезінде жоңғар басқыншыларына қарсы соғыста ешкімге дес бермеген батырын көзінен көздеп атып мерт қылады. Бірақ ұрыс аяқталған соң ерлігін ешкімге жария қылмай қосынына қайтып кетеді. Хан қол астындағыларға жоңғар батырын кім өлтіргенін анықтауды тапсырады. Ең соңында уәзірлері бұзаудың Бейжігіт деген баласы ғана келмеген жеткізді. Қалғандарынан тұтас сұрастырып шықтық. Әзірге жебенің кімдігі екені анықталмады дейді. Билеушінің бұйрығымен келген Бейжігіт, хан ием, батырдың басынан бақайшығына дейін оқ өтпейтін темір сауытпен құрсалған екен, тек екі көзі және астындағы ақбоз атының екі көзі екі танауында ғана саңылау бар екен. Оң көзіне қадалған жебе болса, онда ол менікі дейді. Құралайды көзге атқан мергендігіне тәнті болған Абылай хан ақ батасын беріп, жоңғардың қаза болған батырының астындағы ақ боз аты мен ақ сауытын сыйға тартты. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылып, кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тау ететін орнына айналды. Қазір жасымда біразға келді, інім қос бармаққа барлық байлықты аманат етіп, осы киелі жерде шырақшымын. Сырдың бойындағы бұзау түбегі деп өзінің атымен аталатын жайлауына ертіп барды. Бабамның шаңырағында болған бірнеше күн уақытта әлі тартылып көрмеген Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Қазанғап Тілепбергенұлы, Нұрғиса Тілендиев, Дина Нұрпейісова, Сүгір секілді атақты қазақ күйшілердің туындыларын орындаумен болды. Батыр бабамның жанында болғаныма міне 9 күн. Профессордың айтуынша өткен ғасырларда болу уақытысы 10 күн. Менде демек 21 ғасырға оралуыма бір күн ғана уақыт бар. Бесін намазы уақытынан кейін дастархан басында мені білуге қызықтырып жүрген сұрағымды қояйын деп шештім. Неге сіздің есіміңіз Бұзау дедім? Ол кісі маған жымия қаратты. Шын атының Жан жігіт екен, ал Бұзау деген лақап аты бала кезінде жеңгелері қойған аты екенін түсіндірді. Кешке батыр мені қасына отырғызды да өз өмірбаянын айтуын жалғастырды. Оның қалмаң жоңғарлармен болған ұрыстардағы батырлық болмысы кең ашылыпты. Абылай хан сайланғаннан кейін жер-жерлердегі көшпенді халықтың бетке ұстар батырларын сыр бойына, елдің тұтастығын сақтау жолындағы келелі маслихатқа Бұзау бабам да шақырылыпты. Мәжілісте дүркін-дүркін ат ойлап тұратын қалмақ жоңғардың соққысына Бұзау батырға да қалың қолмен тойтарыс беруді тапсырады. Осындай қиян кескі шайқастарда батырлығымен ерекше көзге түскен Бұзауға Абылай әнілік ілтипатын білдіріп, сенімді серігіне айналғаны туралы айтып берді. 10 күнге созылған сапарым мәресіне келіп жетті. Барлығымен қоштасып шықтым. Сапарымның алдында Бұзау бабам батасын беріп, жүзіме ұзақ қарап, қимай қоштасты. Мен де батыр бабамды қимай тұрғанымды, сағынатынымды қайта-қайта айтып жатқанымда 10 күн бұрынғы құбылыс қайталанып, айналаны қою қараңғы көлеңке басып, кеңістікке көтерілгенімді сездім. Енді бір сәт профессормен бірге уақыт машинасының жанында тұрмын. Профессор Стивенс мені құттықтап, бабам жайлы еңбек жазуыма көмегін берді. Қайратов Әл-Фараби Елнұрұлы.